Короче, барлығымыз барып поздравить еттік. Сонымен Ақтөре бізді біраз алдағаны бар. Оказывается, ол 30-да емес, 32-де емес, оказывается, 33-те екен. Мен ажырағым келген ғой. Сонымен 33-темін мен. 33-тесің мені. Валлахи 33-темін дедім. Жақсыған еместік. Жоқ, енді растын айту керек. 95-пін мен негізі. 93-ті ғой. Мен 94-термен оқығам, 95-пін деді. Жаңағы сен өзді жасыңды мойындамайсың. Мойындаман, жасым 30-да. В общем, мен айтайын, сонымен кеше біраз қонақтар Ақтөренің жасын алдағанына ренжіп қалды. Сонымен бүгін келген адамдар мынау Келатыр, короче, мен каждый туған күн кешігіп жүрдім ғой. Сол үшін специально кешігіп жатыр. Бота бастады соны. 5-6 адам ғана жиналды. Бөлек отырамыз ғой. Өз сияқты. Иә. Ақтөре всегда тойға барса да, бір жерге барса да всегда кешігіп жүреді. Сонымен барлығы кешігіп жатыр. Бүгін специально. Қалайсың? Хуржет қайда? Алдында бір хуржет, бір сторис салып қалғаны бар. Кеше екеулердің үйіне апарып, балаңды болғандарыңды көріп қалыпсыңдар ма? Білмеймін, бірақ бүгін хуржет почему-то жоқ енді. Табысты ма деп ойлаған едім. Пока неизвестно. Сенде не жаңалық? Ақтөренің қасында жүргеннен бастайды. Жаңалық көп менде. Қандай айтшы? Үйленейін деп жатырмын. Да? Да. Қай жақтың қызы? Айтамын. Жасы нешеде? Жасы 18-де. Аты кім? 2007. Адам басылар. Қашан үйленесің? Білмеймін, айтамыз ғой. Так нарықта Айсажан, Моля жоқ. Моля Түркістанда ма әлі? Интрига болып отыр. Молядан сұраңдар. Что-то непонятно. Соңғы өсектерді жинап жүремін ғой, білесіздер ғой. Мына жақта Ақтөренің таныс қыздары. Атың кім? Арай деген қыз. Темірлан, Ерсағын. Төрге тұрғызып қойдық, 33 жасар жігіт. Ортаға отыру керек деп қой. Бәле болды. 32 дедің кеше. Енді бүгін бір жас қосып алыпсың ғой. Ертең 34 деп айтады бар ғой. Жоқ, негізі мен кеше 32-де деп ойлағам. Сөйтіп санаймын да, 93-тер 33-ке келді ғой. Қалауы Шындығымды айтайын, 94-пін мен негізі. 93 соң ғой, неге алдайсың? 93-термен оқығам. Сосын мен өзімді просто айтқым келмейді 94-пін деп. Өйткені біз 93-термен оқығанбыз. И біздің Бірақ 95-мін деп айта аласың. Бізден андай, бізде брачкалар деген болады. 94-95-тер інілеріміз болады. Солардың ятта просто. Документін көрсетші, мен сен удостоверениеңді көрген адаммын ғой, 93 деп қызыл Сен жазылған. көрген жоқсың. Мен 100% көрдім. Ақтөре ашшы. Ауыстырдың ба? Каспиіңді аш. 30-дамын деп көрсеткім келеді. Жаспын ғой, мен жас көрінемін ғой. Жоқ, сен Маған 26 береді. Мені мысалы 25-23 деп айтады да. Өсер қатем. Жоқ. Мені 26 дейді, бәрі айтады. Не қандай айтады? Бірақ деймін да, мен өзімнің жасымды смело айта беремін да. Бірақ міне. Жақындатайын мені. Енімді көрсетпе. 93 деп тұр ғой, неге алдадың? Енді 32-демін ғой. 33 деп атсың ғой. Сентябрь ғой. Мен 35 деп айтқанда бұл вообще баяғыда көрсетеді да. Вот, главное, білдіңіздер, Ақтөренің жасы 32-де. Қосылаққа барасың ба? Жоқ. Все, в общем, туған күн басталды. Не тас? Гідір болады ғой, өтті қырат. Жоқ, ненің тасы? Өттің тасы ше. Екіншісі өттің тасы ма? Ой, мен. Мен қандай шаймен түсіп кетті дейді. Шаймен түсіп тастайды екен ғой. Иә, ол жақсы. Соны ішіп. Мынау мен алсам не істеп тұр? Астысы жанып кетеді ішінде. Өт жағынан Мен деген адамшаны қойдым да. Алсады ғой. Иә. Ол қиын өт деген не? 30+ әңгімелер жатыр. Тоса вечеринка деп күткен жандар біз аурусыр қалтырал айтып жатыр мына жерде. Өтім ауырады. Басқа жерім ауырады деген. Почка өт проживаниең берген, мен өкім қалдым. Еще айтып қойған ғой қыздарға, мама келсем мына жақта бір андай бір ән айтып сөйтіп жатыр ма деп елестеткем ғой. Отмена. Жоқ, екінші мына жерге келмейтін болдым дейсің ғой. Біреудің бүйрегі ауырады, біреудің өті ауырады, не бар? Я біз туу туралы айтамыз, еще келіп бара жатыр, мама айтып қояды. Жақсы жігіттер болса, айтып қояды. Жақсы жігіттер болса қара дейді. Мұнда бәрінің денсаулығы жоқ қой. Бота, сенде бәрі жақсы ма? Аллергияңды айтпадың ғой. Кешіріп отырмын. Эпидуралканы салды ма саған? Иә. Сұмдық болды, иә? Короче, біздің қыздармен жиналсақ туу туралы тема айтамыз, басқалармен жиналсақ аурусыр қалады. Больницадан шықтық, капец. 2 сағат с утра истерика болды. Османды тағы да құлатып алдық.
4 рет құлады уже төсектен. Соның басын барлығы нормально деді. Рентгенде 1 сағат па отырдық қана жерде. Нервничать кеттім уже. Соның басын тексеріп, барлығы нормально деді. Енді невропатологқа апару керек. Төсектің мына жеріне жастық қойып қойған Бексұлтан үйде болмаған, короче. Мен мына жағыма өзім қасыма алып жаттым да, мына жаққа жастық қойып қойғам, сөйтсем ол астынан құлаған ғой. Недавно тағы да қолмен ұстап тұрып бір құлаған, қолымнан ауына кетті. Білмеймін енді. Вообще қасыма алып жатпаймын деп жатырмын енді осылай вообще. Жынды болатын шығармын, жүрегім аузыма түсе сақтады ғой, қатты уайымдағаннан. Өз-өзімді өлтіргім келді ғой, прям тупая. Енешкама тамақ істемесін деп тамақ заказ беріп қойдым, қазір барып қасымызда кафешкадан тамақ жейік деп. Османмен прогулкада жүрмей салдым да. Жоним. Кішкентай балапаным менің. Жатыр өзі. Коляскадан басын көтеріп алады ғой, прям кәдімгідей. Қарайым дейді жан жаққа, ужандай. Талпынады қатты. Сол бүгін өзімді андай өте нашар мама сезіндім. Отыра қалып жыладым ғой, еңкілдеп тұрып. Өзімнің тупойлығыма жынданып. Әйтеуір все обошлось. Құдайға шүкір. Барлығы жақсы деп айтты. Құдайға шүкір әйтеуір. Мә уже разный нелер миыма келіп қорқып кеттім шынымды айтсам. 2 айлығын дауылына қозғалмайтын кезінде бір құлады. Сол кезде өзім ұйықтап жатып, бұл бала ол кезде 2 айлығында қозғалмайды ғой. Сол походу, скорее всего, мен өзім қолыммен итеріп жібердім ау деймін төсектен деп ойлаймын сол кезде. Қалай құлап кеткен екен, 2 айлық бала қозғалмайды, ол даже аунамайды да. Сол кезде бірінші рет құлады. Сол мен жүрегімде на всю жизнь бұл енді ситуация отпечаток болып қалды. Впредь буду поосторожнее. Құдай сақтасын енді. Сол бірақ ана ішіңнен қанша не айтып тұрсаң да андай жазылмайтын ауру болып тұрады екен да іште бұл. Ау жаным. Ау. Иә. Әңгімені жіберіп аты бүгін көп әңгіме айтты. Бағана еще көп жылады қайта.